Сәлеметсіздер ме? Сіздер Ахмет арнасындасыздар. Бүгін сіздермен ын дейтін жалғауды, яғни зат есімге ыннынды жалғаған кезде сол сабақты өтетін боламыз. Сабақты бастамай тұрып айтатыным, корей тілін оқып жатқан адамдардың ішінде шетелдіктердің көбісі ига мен ынның жалғауларын қатты шатастырады. Бүгін сіздерге осы екеуінің қалай ажыратуға болатынын сіздерге сабақта айтып өтемін. Сіздерге қалай повезло деймін. Мен сабағымды көріп өткен, өйткені кезінде маған олай ажыратып айтып беретін адам болған жоқ. Қаншалықты кәрістер түсіндіргенмен кішкене шатастыру кездері болды, бірақ мен өз қателігімнен, өз тәжірибемнен өте оңай ажыратуды үйрендім. Енді біз алдыңғы сабақты бірінші тапсырмасын орындап кетейік. Мына жерде мынандай тапсырма бар екен. Нуга сажинил чигил койо дейді. Мынанша адамның ішінде кім суретке түсіреді дейді. Яғни бізде мына жерде сурет тұр. Суретке түсіретін мынау теруен дейді. Теруен шига сажинил чигил койо. Яғни теруен сабақ суретті түсіреді. Нуга кейкерил мандыр койо. Кім бір парти ма бір нәрсе болайын деп жатыр, вечеринка ма. Соған енді әркімге рөлдерін бөліп беріп жатыр. Нуга кейкерил мандыр койо. Кім торт жасайды дейді. Торт мына қыздың қасында тұр, яғни Юки. Юки шига кейкерил мандыр койо. Яғни Юки тортты жасайтын болады. Кром нуга 음료수를 살 койо. Онда кім сусындарды сатып алып келеді дейді. Сусындарын бізде мына баланың жанында тұр. Пуди. Пуди ши가 음료수를 살 거예요. Пуди сусындарды сатып алып келеді. және 그리고 누가 음악을 준비할 거예요. және кім музыканы дайындайтын болады дейді. музыканы мына дэн деген. дэн 씨가 음악을 준비할 거예요. яғни дэн музыканы дайындайтын болады. енді бізде екінші тапсырма. иганы қолданамыз. Енді бұл жерде айтып кеттік. Дауыстымен бітсе га қолданылады, дауыссызбен бітсе и қолданылады. 날씨, жерде дауыстымен бітіп тұр, значит 가. 날씨가 더워요. 비빔밥, дауыссызбен бітіп тұр, значит и. 비빔밥이 맛있어요. 드라마가 재미없어요. 꽃, мына жерде 치, яғни дауыссыз дыбыс. 꽃이 이뻐요. осылай. енді бүгінгі біздің жалғауымыз 은 және 는. 안녕하세요. 저는 댄이에요. 셀리мет스들 мен 댄мін. 형은 키가 커요. 아감 boyu uzun. 동생은 키가 작아요. інім boyu қысқа. 푸디 씨는 운동을 잘해요. 그렇지만 공부는 못해요. 푸디 деген кісі жаттығуды күшті істейді дейді. бірақ оқи алмайды, сабақты онша оқи алмайды дейді. Ал енді бұл ынның деген жалпы не ол? Қай кезде қолданылады? Ынның деген ол сөйлемнің немесе жалпы сол ынның деген ол сөйлемнің тақырыбын немесе мақсатын анықтайды. Бұл жерде де егерде сөз дауыстымен бітсе, онда 는 жалғанады. Ал егерде дауыссызбен бітсе, онда ын жалғанады. 저는 한국 사람입니다. мен кәріспін дейді. яғни бұл жерде чо дегенде мына дауысымен бітіп тұр, сол үшін 는 жағынады. 저는. 리처드 씨는 29살입니다. 리처드 жасы 29-да. яғни мына жерде и, яғни дауысымен бітіп тұр, 는 қолданамыз. 제 직업은 변호사입니다. менің мамандығым, яғни мына жерде дауыссызбен бітіп тұр, б мен дауыссызбен бітіп тұр, значит ын жағынады. 직업은 변호사입니다. яғни заңгер. екінші, ынның деген мысалы алдын сөйлемде мысалы екі адам сөйлеп тұрса, сол екеуі де білетін ақпаратты айтқан кезде қолданады. яғни ескі ақпаратты қолданған кезде мысалы бүйтетін. 저는 내일 유코 씨를 만나요. мен ертең 유코ны кездестіремін. 유코 씨는 일본에서 왔어요. 유코 Япониядан келді дейді. яғни олар екеуі де білет Юконың Япониядан келгенін, яғни алдында бір сөйлескен кезде ол Япониядан келген айтқан. яғни сол Юко 씨는, яғни сол екеуі де білетін ақпаратты айтқан кезде онда осыны қолданамыз. 저는 작년에 뉴욕에 갔었어요. мен алдыңғы жылы Нью-Йоркта болғанмын дейді. яғни 뉴욕은 정말 아름다웠어요.
яғни Нью-Йорк өте әдемі болған еді дейді. Ол бәріміз білеміз Нью-Йорктың өте әдемі екенін. Соны біз айтқан кезде Нью-Йорк은 정말 아름다웠어요. және де мына жерде дауыссызбен бітіп тұрған кейін ын жалғанады. 옛날에 한 남자가 살았어요. бұрын бір баяғыда бір ер кісі өмір сүрген дейді. 그 남자는 아이들이 2명 있었어요. ол кісіде екі бала бар еді дейді. яғни 남자는 бұл ақпаратты яғни екі бала шағасы бар еді. Бұл ақпаратты оны біледі барлығы, сондықтан осыны қолданамыз. Енді ынның деген екі затты, яғни мысалы екі затты салыстырған кезде, бірнеше заттарды екі затты салыстырған кезде контраст беру үшін, яғни соны нұсқа белгілеп айту үшін сол кезде ынның қолданады. Мысалы, Эрик은 미국 사람이에요 дейді. Эрик ол американдық, бірақ Чону는 한국 사람이래. яғни Джунхо ол кәріс адам дейді. яғни екі адам тұр. Эрик және Джунхо деген тұр. Мынаусы американдық, мынаусы кәріс деп айтқан кезде, яғни сол кезде ынның да қолданамыз. мысалы, 저는 축구는 좋아해요. 그렇지만 야구는 좋아하지 않아요. яғни екі түрлі спорт бар. 축구 деген бар және 야구, яғни осы мысалы футбол және жаңа бейсбол. Мен футболды жақсы көрем, ал бейсбол жек көрем. яғни сол кезде сол заттың қайсысын ұнатып, қайсысын ұнатпайтынын айтқан кезде, сол екі затты айтқан кездегі соны ынның қолданамыз. және де 서울에는 눈이 왔어요. 그렇지만 부산에는 눈이 오지 않았어요. енді мынау жерге байланысты. Сеулде қар жауды дейді, бірақ Пусанда қар жауған жоқ дейді. яғни екі қала болса, сол екеуінің ақпаратты мысалы қай жақта қар жауып, қайсысында қар жаумағанын контраст ретінде айтқан кезде, онда ынныңды қолданамыз. міне қараңыздар. 사과 있어요. яғни сенде алма бар ма дейді. 아니요, 배는 있어요. алма жоқ, бірақ жаңағы не бар? груша бар. 배는 있어요. яғни бұл жерде екі затты айтқан кезде, мысалы алма бар, алмұрт бар да. енді алма жоқ, бірақ менде алмұрт бар деген сияқты. енді мына жерде айтып кеттік, егер де дауысты дыбыспен бітсе нынмен бітеді, ал дауыссызбен бітсе ын. Соня деген, ня деген дауыстымен бітіп тұр, сондықтан соняның. 제주도 о дауысты дыбыс. 제주도는. бірақ мына жерде дауыссызбен бітсе ын жалғанады. 제이슨은. 서울은. 소녀는 겨울을 좋아해요. 제주도는 섬이에요. 제이슨은 의사예요. 서울은 한국에 있어요. енді сөйлемдерді қарастырайық. 부모님 직업이 뭐예요? ата-анаңның мамандықтары, жұмыстары қандай? 아버지는 회사원이에요. 회사원이에요. 아버지는 дауысты дыбыспен бітіп тұр, сол үшін. 그리고 어머니는 선생님이에요. 어머니 дауысты дыбыспен, сол үшін. әкем компанияда жұмыс істейді, яғни офис жұмысшысы, ал анам мұғалім дейді. 도쿄가 어때요? яғни Токио деген Японияның қаласы бар ғой, сол қала қандай екен дейді. 도쿄는 많이 복잡해요. яғни Токиода адам өте көп. енді мына қараңыздар, мына жерде и가 екеу кездесіп тұр. 도쿄가 어때요 дейді. яғни ол қанша түрлі қалалар бар да. мысалы Японияда мысалы Токио, тағы да басқа қалалар бар. ол бірақ именно сол Токионы сұрап тұр сол кезде и가. ал бірақ ол Токионың 많이 복잡해요 дейді. ал Токионың 많이 복잡해요 дегенде, мысалы Токио мысалы әдемі деп айтқан жоқ, немесе биік здание деп айтқан жоқ. именно сол адам көп деп айтқан кезде Токионың осы адам көп, сол кезде ынныңды қолданамыз. мына қараңыздар, енді келесі сөйлем. 안녕하세요. 저는 댄입니다. сәлеметсіздер ме? мен 댄мін дейді. 저는. 안녕하세요. 저는 캐럴이에요. 미국 사람이에요. сәлеметсіздер ме? мен 캐럴мын, американдықпын дейді. міне қараңыздар, байқасаңыздар, ынның деген ол басқа адамдарға өзіңізді таныстырған кезде қолданасыз. енді мына жерде тапсырма бар. бірақ мен сабақты бастамай тұрып сіздерге ынныңды қалай ажыратуды айтамын деген болатын. мысалы былай да. 저는 학생이에요. мен студентпін. сосын 제가 학생이에요. мен студентпін. екеуі де бірдей. онда қайсысын қолданамыз, қай кезде? мына қараңыздар, бұл жерде өте сондай тонкий айырмашылық бар.
저는 학생이에요 деген кезде ннді жаңа айтып кеткендей басқа адамдарға сіз өзіңізді таныстырған кезде, яғни мысалы мен студентпін, мен мысалы мұғалім емеспін, мен доктор емеспін, мен солдат емеспін, именно студентпін деген таныстырған кезде, өзіңізді прям контраст қылып айтқан кезде ннді қолданамыз. Ал 제가 학생이에요 деген кезде, яғни и가 деген, мысалы бөлмеде бір 20 адам тұр да, 20 адам тұр. Біреуі мысалы мұғалім, біреуі бір басқа адам, солдаттар. Сөйтіп бір мұғалім келеді да, именно ішіндегі студент кім, мына 20 адам ішінде студент кім деп сұраған кезде, 제가 학생이에요, мен студентпін. Яғни мына екеуі де мен студентпін да, бірақ біреуі сіз өзіңізді таныстырған кезде, яғни мен мамандығым мынандай емес, мынау емес, мынанша мамандықтың ішінде мынау деген кезде, ал ига деген ол көп адамның ішінде именно мен деген сияқты ғой. Мына мысалы тағы қандай бар? 저는 어머니예요. или 제가 어머니예요. мысалы мен мамамын деген сөз да, екеуі де мен анамын деген. Ал енді мен мысалы басқа 저는 деген кезде мен мұғалім емеспін, басқа мамандық емеспін, мен жаңағы апай емеспін, мен солдат емеспін, яғни мен именно мамамын деген, сол мамандықтардың ішінде мамамын дегенді білдірген кезде, 저는 да басқалар таныстырған кезде. Ал 제가 деген мысалы бір баланы айтайық, мысалы Азамат деген. Азаматтың мамасы кім? Мысалы, мына класс жетекшілері мысалы жиналыс жасайды ғой. Сол кезде ана көп мамалар келеді ғой, енді мысалы ана жерде 20 мама бар дейді да. Именно сол Азаматтың мамасы кім, Лаураның мамасы кім, или мен мысалы айтып отырмын, Айсәуленің мамасы кім білмейсіз ғой, сіз мамалар танымайсыз да. Сол кезде сіз сұрайсыз, Азаматтың мамасы кім деген кезде, 제가 Азамат 어머니예요 дейді. Яғни осы 20 маманың ішінде именно Азаматтың мамасы сол 제가 деп айтасыздар. Түсінікті деп ойлаймын, иә. Мына тағы да қайталап өтемін. нн деген басқаларға өзіңізді таныстырған кезде, яғни басқаларға таныстырған кезде, яғни мен мысалы мен 저는 ақниетие요 да. Ол мен мысалы мына мен Айсұлу емеспін, мен Айнұр емеспін, именно ақниетпін. 저는 ақниетие요 деп өзім таныстырамын. Ал егерде мысалы көп адамға келіп сұрайды, ақниет деген қайсыңыз деп ше, мысалы 10 қыз тұр да, ішінде қайсысы ақниет екенін білмейсіздер ғой. Сондай кезде 제가 ақниетие요 деп айтасыздар. Яғни нн дегенді қорытындылайтын болсақ, біз басқаларға көп адам алдында өзімізді таныстырып тұрған кезде қолданамыз. Ал егерде ига деген осы қаншама адамдар тұр, бірдей адамдар, соның ішінде біреуін белгілеп нұсқап тартып алған кезде, онда иганы қолданамыз. Яғни мысалы тағы да бір мысал, енді қатты мұжып кетті демеңіздер, бірақ бұл нәрсені сіздер қазір оңай көрінгенмен, ертең көптеген сөйлемдердің ішінде шатастыру оңай болады. Сондықтан сіздердің қазірден бастап, оқығаннан бастап шатастырмас үшін мен түсіндіріп жатырмын. Мысалы, мен мысалы қалай айтсам болады? Мысалы, мен корей тілі мұғаліммін дейік та. Мысалы, мен Қазақстанға келем да, өзім таныстырған кезде, 저는 ақниетие요, 저는 типа 선생님이에요 деймін да. Мысалы, мен дәрігер емеспін, немесе мен жаңағы тағы не айтсақ болады, қандай мамандықтар бар өзі есіме түспей қалды. Мысалы, мен заңгер емеспін, дәрігер емеспін, именно мұғалім екенімді таныстырып жатқан кезде, 안녕하세요, 저는 ақниетие요, 저는 선생님이에요 деп таныстырып жатырмын да. Енді мысалы, өтіп таныстырғаннан бөлек, енді иганың жағдайына келсек, мысалы, бөлмеде Кореядан келген 20 адам отыр дейді да. Енді соның ішінде именно корей тілінің мұғалімі қайсысы деген кезде, мысалы, анаусы мұғалім жоқ, именно сол Кореядан келген адамдардың 20 адамның ішінде қайсысын корей тілінен сабақ бересің деп сұраған кезде, яғни 제가 한국어 선생님이에요. яғни корей тілі мұғалімі, именно корей тілінен сабақ беретін мен. Осы 20 адамның ішінде 19 адам корей тілінен сабақ бермейді да, тек қана бір адам мен ғана сабақ беремін да. Сол кезде 제가 деп айтасыздар.
Сонымен бүгінгі сабақ ига мен ынның, бүгін ыннынды өттік, бірақ именно екеуінің айырмашылығы туралы кезде қазір айтып өттім. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер комментарийде сұрасаңыздар болады. Көп көп рахмет. Сау болыңыздар.